үлкен өзгеріс болады, аяқ асты басталады. Қайқы қылыш шөлдей кездескен бастамалайды. Сәуірдің ортасында айтылады, айтылғанда бұның нүктесі қойылады, ары қарай бәрі жақсы болады. Мынау сол кезде ағайындар келгенде өздеріңізге сол мен былай елді шулатпаймын деп ақырын айтқам. Үлкен өзгеріс болады, аяқ асты басталады. Ешкім күтпеген жердің арты үлкен тауға айналады. Бұл айғайдың арты ақпанға жетеді. Наурызда ғана шешімін табады. Сәуірдің ортасында айтылады, айтылғанда бұның нүктесі қойылады, ары қарай бәрі жақсы болады. Болашақтың бәрін бір Алла біледі. Алла қаласа, өзінің айттым ғой жаңағы, сүйген құлдары әулиенің әруағы арқылы аяңын береді. Егер халықтың ниеті түзу болса, міне кезінде айтылды, бабалар түсіп көріп аян бергенде мына коронавирустың келетінін айтты. Үлкен ескерту болды. Елеген адам болмады. Мазақтап мені талай жерге сөз апарып, жаңа осылай мені сақалылар мені жаңа Аллахқа серік қосушы, ширық деген жаңа әруақ жоқ, сүйек құрап қалған деп жаман көп сөздер айтты. Мен тек қана дәнекермін деген. Әулие бабамыз Асан Қайғы айтады ғой, қонысың жамандама, қума ұры тұтады, халқыңды жамандама, әруақ қысады. Әулиенің аяны ол Алланың белгісі, бұрмалаған қан құсады дейді. Бабалар бізге ана жақтан ескерту береді. Естеріңді жиыңдар дейді. Соны елесек жақсы болар еді. Өйткені баяғы ата баба қазақ ата бабамыз осыны елеп ескеріп, әруаққа сыйлап өткендер. Ал қазір жаңағы жат діни ағымдар жаңағы қазақты бұрынғы өзінің дұрыс бағытынан, салт дәстүрінен, әруағынан, тарихынан ажырату жағынан өте қатты көп жұмыс істеді. Сол себептен жаңағы қиындау болды. Қазір жаңағы жерде әруақ жоқ, сүйек құрап қалған, оның бәрі ширк, Аллахқа серік қосушы дегенді Алла сақтасын, Аллаға серік ешкім қоса алмайды. Алла жалғыз. Бірақ Алла тағала аянын береді, белгісін береді, тек қана өзінің сүйікті құлдарына соларға жеткізеді.